Қайырлы күн, қалайсыздар оқырмандарым? Бүгін біз жұмсақ осындай жұмыртқалы булочка жасайтын боламыз. Енді менің осы дрожжды суым дайын болды. Ұнға 3 жұмыртқа саламын. Тұз, сұйық май, ертілген сары май, осыларды араластырып мен қамыр илеймін. Осылай езіп араластырып аламыз. Міне барлығын араластырып алдым. Сосын дрожжы суымды құйып, мен барлығын араластырып илейтін боламын. Міне осындай алып алдым. Бокалдың көмегімен мен дөңгелектеп ойып шығатын боламын. Міне қамырым дайын болды. Осылай жұмсақ қылып иледім қамырымды. Осыны жылы жерге қойып қоямын көтерілгенше. Міне менің қамырым көтерілді. Осындай жұмсақ, күшті болып көтеріліп шықты. Осындай көтерілген қамырымды мен противенге осындай домалақтап салдым. Сосын бокалдың көмегімен осылай дөңгелектеп ойып алдым. Міне енді үстіне жұмыртқасын құямыз. Жұмыртқа менде 3 жұмыртқаның сарысын бір қасықтап құйып шығамыз. Міне барлығы дайын болды. Осылай бәрін құйып шықтым. Енді айналасын осылай жұмыртқаның сарысымен міне осылай шықты. Енді мен осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламын. Астарың дәмді болсын.